Полигон тұрмыстық қатты қалдықтар көму полигондарынан шалғай орналасқан елді мекендер бар. Мәселен, Ақшұқыр ауылы полигоннан 30 километр қашықтықта жатыр. Яғни мусорды, қоқыстарды тасымалдау тиімсіз болып табылады. Қазір 2025 жылға осы Ақшұқыр және Сайын Шапағатов ауылдарына ортақ полигон салу қазір жоспарда бар 2025 жылы. Сонымен қатар мынау қалдықтарды энергетикалық кәдеге жарату зауыттарын салу көзделіп отыр. Қазір 2019 жылы және де осы 20 жылы өзінің ниетін білдірген инвесторлар мен келіссөздер жүргізіліп жатыр. Ол жерде қалдықтарды төменгі температурада газдандыру арқылы оны энергия көзіне айналдыру. Яғни бұл жерде ешқандай қалдық қалмайды. Қалған тек шлактарды оны жол, асфальт салу жұмыстарына пайдалануға болады. Осы полигондар алшақ жатқан полигондарға шалғай жатқан елді мекендердің айналасында рұқсат етілмеген қалдықтардың үйінділері жиналған. 2019 жылы ғарыш сапары акционерлік қоғамының ғарыштан түсіру арқылы осы Ақтау, Мұнайлы, Түпқараған аудандарының аумағынан 194 рұқсатсыз төгілген қалдықтар үйінділері анықталды. Экология департаментімен бірге жұмыс жасау арқылы, үгіт-насихат жүргізу арқылы қазір осы 194 қалдықтар үйінділерінің 59-ы тазаланды, жойылды. Бұл жұмыстар қазір әлі де жалғасын тауып жатыр. Сонымен қатар негізгі бағыттарымыздың бірі ол қалдықтарды орналастыру орындарын реттеу. Облыста 8 санитарлық талапқа сәйкес келетін жобамен салынған полигондар бар. Соның қазіргі уақытта сонымен қатар 16 қалдықтарды уақытша орналастыру орындар бар. Ол Бейнеу ауданында және Маңғыстау ауданында. Қазір осы санитарлық талапқа сәйкес келетін полигондардың үлесін арттыру жұмыстары көзделіп жатыр.